Құрметті бауырлар, бұл видеода біз намаздың ақиқаты рухы, намаздың ең негізгі өзегі не? Осы туралы болады. Сіздер каналға жазылып қолдап отырыңыздар. Намаз көрінісінің бір ақиқаты бар. Ол намаздың рухы, өзегі, намаздың әрекеттері мен сөздерінің өзіне тән рухы, ақиқаты бар. Егер рух негіз болмаса, өлген адам сияқты болады. Яғни рухсыз дене сияқты болады. Егер негіз болса, әдептері және қажетті нәрселері толық болмаса, көзі ойылған, мұрны кесілген адам тәрізді болады. Егер әрекеттерін орындап, рухы мен ақиқаты онымен бірге болмаса, көзі бар бола тұра көрмейтін, құлағы бола тұра естімейтін адам сияқты болады. Намаздың рухы Аллаға мойынсыну және бүкіл намазда жүректің дайын тұруы, намазды жүрекпен беріліп оқу. Себебі намаздың мақсаты жүректі Алла тағаламен бірге ету, қорқыту және тағзым ету арқылы Алланы еске алу. Алла тағала мені еске алу үшін намаз оқы дейді. Расулалла оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын айтады. Бірқатар адамдар бар, намаздан алатын нәсіптері қиындық пен азаптан басқа ештеңе емес. Бұл денесі намазда болып, жүрегі ғапыл болғандардың намазы. Сондай-ақ көп намаз оқитындар бар. Намаздарының 10-нан бірі немесе 6-дан бірі ғана жазылады. Адамның намазынан жазылатыны жүрегімен беріліп оқығандары дейді. Сонымен қатар біреуден бөлініп ажырағандай болып намаз оқы. Яғни өзіңмен қалауларыңмен қоштас. Олардан ажыра, тіпті Алладан басқа барлық нәрседен алыста. Бар болмысыңды намазға арна. Сол себепті Әзірет Айша, Алла оған разы болсын, айтады, Расулалла бізбен сөйлесіп отырған еді. Намаз уақыты кіргенде бізді танымайтынын айтты. Бұл Алланың ұлылығы арқылы болатын іс және Аллаға берілгендігінің көрінісі еді. Расулалла айтады, жүрекпен беріліп оқылмаған намазға Алла тағала қарамайды. Ибрахим пайғамбар оған Алланың сәлемі болсын, намаз оқыған кезде жүрегінің соғысы 2 миль қашықтықтан естілетін. Әзірет Али, Алла оған разы болсын, намазға тұрған кезде денесін діріл басып, жүзінің реңі өзгеріп, 7 қат көкке және жерге ұсынылған және олар көтере алмаған аманаттың уақыты кірді дейтін. Суфиян Саури айтады, намазды Аллаға беріліп оқымаған адамның намазы дұрыс болмайды. Хасан Басри айтады, жүрекпен беріліп оқылмаған намаз жазаға жақынырақ. Муаз ибн Жабал айтады, намазда әдейілеп оң жағына, сол жағына кімдер бар екен деп қараған адамның намазы дұрыс болмайды. Әбу Ханифа, Шафиғи және бірқатар ғалымдардың алғашқы тәкбірді айтқан кезде жүрекпен берілу жетеді деп айтуы зәру себеппен берілген пәтуа. Себебі адамдарда ғапылдық басым. Мұның негізгі мағынасы мойыны жүктен арылды деген сөз. Ақырет үшін азық болуға лайық емес, ақырет үшін азық болатыны сол жерде пайдасын көрген. Жүрекпен берілген бөлігі. Бүкіл бір намазда алғашқы тәкбірден артық жүрекпен берілмеген адам еш намаз оқымаған адамнан жақсы, алайда халінің одан да жаман болатынынан қорқылады. Себебі қызметте босаңсып әрекет жасаған адамға, дұрыс әрекет жасаған адамға бәлкім еш қызмет жасамаған адамнан көбірек ашулануы мүмкін. Сол себепті Хасан Басри айтады, бұл намаз жазаға жақындау. Тіпті хадисте келеді, намазы жамандықтардан, күнәдан тыймаған адам ол намаздан Алладан алыс болудан басқа пайда көре алмайды. Олай болса, бұл жерде намаздың рухының мақсаты жүрекпен беріліп оқу. Тәкбір айтқан кезден басқа жерде жүрекпен берілмеген адамның намаздың рухынан алатын нәсібі бір демнен артық емес. Ол дем алып, дем шығарғаннан басқа өмірлік белгісі жоқ адамға ұқсайды. Келесі видеода намаздағы амалдардың ақиқаты айтылады. Каналға жазылып видеоларды таратып қолдау білдірсеңіздер, Алла тағала баршаларыңызға разы болсын.